Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бастауыш сынып мұғалімі Көкембекова Аманқыз Пернебекқызы. Бүгін сіздерге өз тәжірибемде сыныбыма сабақта қолданатын әдістерінің бірімен бөліскім келеді. Оқушылардың сабақтағы қызығушылығы мен белсенділігін қалыптастырудың жолдары сан алуан. Осы орайда біздің міндетіміз оқушыларға білім беруде жаңаша әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану. Менің сіздерге ұсынайын деп отырған әдісім көңілді балақай әдісі. Бұл әдісті сабақтың ұйымдастыру бөлімінде сергіту сәтінде жүргізу тиімді. Ал мен бұл әдісті ұйымдастыру бөлімінде қолданып топқа біріктіріп алдым. Өйткені балалар әдемі көңіл-күймен сабақта белсенді болады. Сіздерге де көңілді балақай әдісін өз сабақтарыңызда пайдалануға кеңес беремін.